Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа сақталатын лечо салаттың рецептімен бөлісемін. Бұл салаттың жасалу жолдары өте көп, бірақ дәл осы рецептпен жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Және бұл салаттың бір пайдасы, қыстың күні тұздық ретінде пайдалансаңыздар болады. Пияз бен етті қуырып болғаннан кейін тамақтың көлеміне қарай осы салаттан қосатын болсаңыздар, ең біріншіден тамақтарыңыз дәмді болып шығады, және екіншіден уақыттарыңыз үнемдейсіздер. Себебі сәбізді, қызанақтарды, бұрыштарды тураудың қажеті болмайды, және тамақты дәмді қылатын барлық ингредиенттер осы салаттың құрамында болады. Ең алдымен қызанақтарды блендердің немесе тартқыштың көмегімен езіп аламыз. Сәбіздерді видеодағыдай турап шығамыз. Бұрыштарды видеодағыдай турап шығамыз. Ірілеу болса әдемі көрінетін болады, сол себептен дәл осылай 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Сарымсақты да ірілеу қылып тураймыз. Ірілеу болған сайын әдемі көрінетін болады. Қызып тұрған қазанға сұйық майды құйып, артынан сәбізімізді салып 15 минуттай қуырып аламыз. Арасында міндетті түрде араластырып тұруымыз қажет, себебі түбі жабысып қалуы мүмкін. Он 15 минуттан кейін сәбізіміз жұмсарғаннан кейін томатты қосамыз және 40 минуттай қайнатамыз. Арасында міндетті түрде араластырып тұруымыз қажет. Қырық минуттан кейін жасыл және қызыл болгар бұрыштарын салып, жақсылап араластырып, 20 минуттай қайнатамыз. Араластырып тұруды ұмытпаймыз. 20 минуттың ішінде тұзды, қантты және сарымсақты қосып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Жиырма минуттан кейін укропты салып, тағы да 15 минут қайнатып аламыз. Арасында міндетті түрде араластырып тұруымыз қажет. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Ендігі кезекте банкілерге құйып шығамыз. Банкілерді міндетті түрде булау қажет. Бұл рецепт бойынша менде 3,5 литрдей салат шықты. Бұл рецепті 2-ге немесе 3-ге көбейтіп, одан да көбірек көбейтіп жасасаңыздар да болады. Дайын болған банкілерді жылы орамалмен орап, бір күнге қойып қоямыз. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.